Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. 3-ші сыныптың жаратылыстану пәні бойынша бүгінгі өтетін онлайн сабағымыздың тақырыбы магниттік қасиеттер. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу, экспериментті жоспарлау. Сабақ мақсаттары: магниттелу қасиетін біледі, металдарды магниттеуді үйренеді, эксперимент жүргізуді жоспарлап үйренеді. Бағалау критерийлері: магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттейді, эксперимент жоспарлауды және жүргізуді біледі. Құрметті оқушылар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын мен сіздерге видеоматериал ұсынамын. Мұқият назар аударып тыңдаңыздар. Магниттік өріс магниттің ұштарында шоғырланады. Ол аймақты магниттік полюс деп атайды. Магниттің екі полюсы болады. Олар солтүстік С қызылмен боялады, ал оңтүстігі О көгілдір түспен боялады. Магнит ферромагнит деп аталатын денелерді тарту қасиетімен сипатталады. Ферромагниттік қасиеті бар металдарға темір, никель, кобальт жатады. Магниттер бірін-бірі тартады, немесе тебеді. Егер магнитті екі бөлікке бөлсеңіз, металл бөліктерінің тек оңтүстік не тек солтүстік полюсына ғана тартылғанын байқайсыз. Магнитті екіге бөлудің нәтижесінде оның С және О жұп полюстары болады. Оқулықтағы 74-ші беттегі бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Сұрақ жауап. Магнит туралы не білеміз? Полюсы бірдей магниттерді бір-біріне жақындатса тебіледі. Ал полюсы әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады. Сурет бойынша өз ойыңды білдір. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор. Магнит туралы білетінін айтады. Магниттелу қасиетін түсінеді, сурет бойынша әңгімелейді. 75-ші беттегі екінші тапсырмаға зер салыңыздар. Екінші тапсырма зертте. Заттар магниттік қасиетке ие болу үшін не істеу керек? Монетаны, мыс сымның бөлігін, алюминий қасықты немесе күміс әшекейді магниттеп көр. Қандай металдарға осындай қасиет бар? Қайшыны магнитке үйкеу керек? Басқа заттарды магниттеуге бола ма? Тағы да өзің үйде тәжірибе жасап зерттеп көр. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор. Эксперимент жоспарлауды және жүргізуді біледі. Магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттейді. Алған білімдерін қорытындылайды. Компасқа магнитті жақындатсаңыз, онда компас тілі бағытын өзгертеді. Магнитті әсер етпейтіндей алшаққа алып қойғанда, компас тілі бастапқы көрсетіп тұрған солтүстік-оңтүстік бағытына қайта келеді. Бұл құбылыс жер айналасында магнит өрісінің бар екендігін көрсетеді. Компас тілінің солтүстік полюсы магниттің оңтүстік полюсына тартылатындықтан, бұл солтүстікте жердің оңтүстік магнит полюс орналасқандығын білдіреді. Жер алып магнит секілді. Жердің оңтүстік магнит полюсы солтүстік аймағында, ал солтүстік магнит полюсы оңтүстік аймағында орналасқан.
Жердің ішкі құрылысы магниттік өрістің болуының әлі күнге дейін түсініксіз бір себебі болып табылады. Оның ішкі бөлігі, яғни жер ядросы темір мен никельден тұрады деп болжанған. Бұл ферромагниттердің ядрода жинақталуы және жердің басқа бөлігінде осы металдардың көптеп кездесуі жердің магниттік өрісінің бар екендігінің тағы бір айғағы. Күннің әсерінен болатын күн желі деп аталатын құбылыс жердегі магнит өрісі сызықтарының орналасу ретін аздап бұзады. Күн белсенділігі артқанда жердегі магнит өрісі де артады. Бұл құбылыс электр құрылғыларының жұмысына және кішігірім электр станцияларының жұмысының бұзылуына алып келеді. Сен білесің бе, айдарын ұсынамын. Біздің ғаламшарымыздың қойнауында темір мол. Сондықтан ғаламшардың магнитті қасиеті күшті. Тіпті жерді өте үлкен магниттеуге болады. Адамдар көкжиек тұстарын анықтау үшін компасты қолданғанда, ол жер магнитінің солтүстік және оңтүстік полюстерін көрсетеді. 75-ші беттегі үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Үшінші тапсырма ойлан. Бұрағыштар мен қысқыштарды не үшін магниттейді? Өз ойыңды білдір. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор магниттелу қасиетін біледі, металдарды магниттеуді үйренеді. Дәптермен жұмыс. Есте сақта қағидасын дәптерге жазыңыздар. Құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Осы тапсырмадан шығатын дескриптор оқулықтағы ережені көшіріп жазады. Алған білімдерін тиімді қолданады. Құрметті оқушылар, бүгінгі онлайн сабағымыздан алған әсерлеріңізді бөлісіп, кері байланыс жасаңыздар. Үй тапсырма. 74-75 бет оқу, мазмұндау, қосымша мәлімет іздеу. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.